Сөз қадірін білмеген өз қадірін білмейді. Сөздердің мәні, мағынасы, астары, шығу төркіні оңғар құралдың сөз киесі хабарында. Сөз киесі хабарында. Ассалаумағалейкум құрметті радио тыңдаушылар. Сөз киесі деген хабарымызды бастаймыз. Әр сөздің құдіреті, қасиеті, киесі бар деп жатады. Сөз мағынасы мен сөз құдіретін әр қазақ білуге, ұғынуға, һәм өзі де орайына қарай лайықты қолдана білген абзал. Ой айқынның сөз айқын дейді. Кей-кейде ишараны, астарлап айтқан әзіл не ескертпелерді елең қылмай, дым білместің күйін кешіп жатамыз. Ымды білмеген дымды да білмейді деген сөз осыдан қалған болар. Қазақ тіл білімінің атасы Ахаң Ахмет Байтұрсынұлы ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы тіл. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады дейді. Ал сөз жоғалмау үшін сол сөздің мәнін, мағынасын, айтпағын, төркінін, қолданылу мақсаты мен міндетін біле білуіміз керек. Керекті жерінде керекті сөз тауып, орнымен қолдана білгеніміз абзал болмақ. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің доценті, филология ғылымдарының докторы, теолингвист ғалым Ботагөз Мырзабайқызы Сүйерқұлмен өткізілген сұхбатымызда да сөз құдіреті, қазақтың кей сөздерінің мәні туралы сөз болмақ. Ботагөз Мырзабайқызы, жалпы осы сөз киесі дегенде сіз нені түсінетініз? Жалпы әр сөздің киесі бар деп жатады. Осы кие туралы айтып берсеңіз. Қазақтың сөздік қоры басқа тілдермен салыстырғанда өте бай дейміз. Оның ішінде белгілі бір тобын кірме сөздер құрайды, ал негізгі топты, сөздік құрамның негізгі бөлігін өзіміздің көнеден келе жатқан байырғы сөздеріміз құрайды. Мысалы, бір деректерде дүниежүзінде 5000 тіл бар дейді, бір деректерде 3000 тіл бар дейді. Шындап келгенде, дәл қазір қолданыста бар тіл дүниежүзінде 200-ден астам мемлекет болса, соның әрқайсысында әртүрлі ұлттар тұрады десек, солардың ішінде ары кеткенде қолданыста бір 3000-ға жуық тіл бар деп айтылады. Бірақ нақты оны есептеп отырған адам жоқ, нақты дерек жоқ. Күнде жойылып жатыр деп айтылып жатыр. Иә, күн сайын бір тіл, бірнеше тіл өліп жатыр деп айтады. Өйткені тілді қолданушы, соңғы қолданушы дүниеден өткен кезде қолданыстан шыққаннан кейін тіл өлді деп саналады ғой. Ол да бар. Сонша дүниежүзіндегі тілдердің ішінде қазақтың тілі ең бай, ең тарихи тамыры терең, мықты тілдердің біреуі деп есептеледі. Неге? Өзіңіз қараңыз. Қазірге дейін ұшқан құсқа, жүгірген аңға барлығына кім деген сұрақты қояды? Ұлттар бар, ал қазақтың тілінде тек адам баласына ғана кім деген сұрақ қойылады. Осы сұрақтың жауабын іздеген кезде әркім әртүрлі жауап береді. Енді біреулер адам ғана сөйлей алады, адамның санасы бар дейміз, әртүрлі адамға ғана тән қасиеттерді айтады. Физиологиялық жағынан болсын, адамдар тік жүреді, сондықтан бүкіл жаратылыстың ішінде адамдар ғана тік жүре алады деп қабілетін, сондай қабілеттерін айтып жатады. Түптеп келгенде бұлардың барлығы көзге көрініп тұрған дүние анық, ал бірақ тіліміздегі айырмашылық ол біздің ата-бабаларымыздан сақталып, тіл арқылы ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе жатқан білім қоры. Осы жерде адам баласының жан, тән, рухтан тұратын ажырата білген біздің ата-бабаларымыз күллі тіршілік иелерінің ішінен адамды бөліп алып, оған кім деген сұрақты берген, кім деген сұрақты тек адам баласына қатысты қолданған. Одан бөлек мысалы бізде тұлпарды, сұңқарды, ит жеті қазынаның бірі дейтін мысалы, осындай түрлі тіршілік иелерін ерекшелеп қадірлегенімен адам баласын олардың бәрінен жоғары қойып, кім деген сұрақты еншілеп берді. Себебі біздің ата-бабаларымыз біледі, адам баласы ғана жан мен тәннен және рухтан тұрады. Жаңа сіз қазақта ғана деп отырсыз ғой, кім деген. Түркі тілдес халықтарда да адамға кім дейді, басқа бәріне не деп жауап береді. Осы нәрсе жан, тән, рух деп бөлсек, рухани әлемін құрайтын бүкіл рухани қасиеттерімізге байланысты осы ұғым келіп шығады. Кие деген ұғым, қасиетті ұғым, ол рухани әлеміне байланысты. Яғни рухани қасиеті бар адамға байланысты бүкіл ұғымдарда кие болады.
Жаңа кім неден бастадыңыз ғой әңгімеңізді. Мысалы орыстарда олай айтпайды дейсіз, жалпы осы орыс тілінде немесе орыс халқында дейміз ба, орыс тіл білімінде осындай мәселе бар ма? Неге осы түркі тілдес немесе қазақтар сияқты тек адамға ғана жаңағы кім деп сұрақ қояйық, итке, құсқа кім деп қоюға болмайды деген мәселе бар ма оларда күн тәртібінде? Ондай сұрақ қойылып, оған бір ғылыми түрде жауап берген еңбекті әзірге біз кездестірмедік. Ол болса, әзірге дейін ол кәдімгі сенсациялық деңгейде өздері танытар еді. Әр сөздің киесі бар. Қазақ ырымшыл халық. Екі сөзінің бірі алғыстан тұрады. Алғыстың ең шыңы ол бата. Өзін мұсылман санайтын әрбір адам бір-біріне тілектес болып, үлкені кішісіне, ұстазы шәкірттеріне, атанасы ұрпағына, ел ағалары, ақсақалдары ауыл аймағына, жастарға ақ баталарын беріп, жаңа іске, жаңа бастамаларға сәттілік тілеп жатады. Осы ретте хабар қонағына бата туралы сұрақ қойдық. Жалпы мынау бата туралы сіздің көзқарасыңыз қалай? Бізде мысалы үшін баталы құл арымас, батасыз құл жарымас деген сондай мақал бар, яғни батаның құдіреті, Біздің қазақ, біздің ата-бабаларымыз сонау ес біліп, өзін-өзі танығалы бері, айналасын танығалы бері, өзінен тыс күштердің барын танығалы бері, әрбір ақпаратты шегелеп тілінде белгілі бір сөздермен мығымдап бекітіп отыратын болған. Сол әрбір сөзді бекіткен кезде кейбір сөздердің шеңбері тар, кейбір сөздердің ұғымдық шеңбері кең деген сияқты. Осы нәрсе қазақтың тұрмысынан, әлі дүниеге келмей тұрған балаға деген қарым-қатынасынан, көзқарасының өзінен көрінеді. Мысалы, келін келді, келіннің аяғынан, қойшының таяғынан деген сияқты. Келінді үйге оң аяқпен аттап басқызып кіргізу дегеннен бастап, сол келін қашан көтеріп, сәбиін аман-есен дүниеге әкелгенге дейін оған күнделікті үйде жасап жүрген тірлігі, шай құйып береді, таңертең тұрғанда сәлем салған, соның барлығын көп жаса балам, ұлтап, бақытты бол, қосағыңмен қосағар деген сияқты тілектерді жаудырып отырады. Аттап бассаңыз тілек. Бізде қазіргі кезде кейде рахметті әрең айтатын адамдар бар. Бір жап-жақсы қызмет қылсаңыз, көмектесіп жүрсеңіз, рахмет деген сөздің өзін айтқысы келмей қалатын, міндет сияқты қабылдайтындар бар. Ал енді нағыз қазақ біздің бұрыннан келе жатқан ата-бабаларымыз аттап басқан қадамның бәріне жақсы тілек айтып отырған. Сөзіңіз аузыңызда, мына келіндер сәлем салудан қалып бара жатыр ғой, көрдіңіз бе? Сәлем салған кезде қандай баталар жаудырылады, білесіздер, көп жаса, бақытты бол, қарағым деп жатады. Сол сәлем салмауының кесірінен ол ондай ақ тілекке де ие болмай жатыр келіндеріміз. Көрдіңіз бе? Бұл қазіргі кезде қазақ қоғамындағы үлкен мәселе бұл. Мына бата мен тілектің ең үлкен біздің қазіргі жастарға тиімді, түсінікті тілмен айтқан кезде, түсінікті болсын десек, бонус сияқты ғой. Неғұрлым алғысты көбірек алсақ, неғұрлым тілекті көбірек естісек, батаны көбірек алсақ, үлкендердің батасын көбірек алсақ, біздің жолымыз ашыла береді өмірдегі. Алдымыздан сол тілектің барлығы жақсылық болып шығып отырады. Біреуге титтей жақсылық, зәредей жақсылық жасасақ та, зәредей жамандық жасасақ та алдымыздан шығады ғой. Қазақтың тәрбиесі енді ерекше тәрбие ғой. Яғни дәстүр жалғастығы жоқ қой. Сон ата-бабаларынан келе жатқан тәлім-тәрбие кейінгі ұрпаққа беріліп отыру керек қой. Балаларына, немерелеріне. Демек сол бір қандай да бір желі үзіліп қалып отыр ғой ортада. Иә, дұрыс айтасыз. Мысалы, қарты бар үй қазынасы бар дейді, қарты бар үйдің қазынасы бар дейді. Бұрынғы қарттарымыз, қарияларымыз жазулы хатпен тең дейді. Мысалы, олардың әрбір сөзі тәлім, тәрбие, нақыл, бұрынғы өткен оқиғалардың барлығын жатқа біліп, адамға жақсы әсері бар және жаман әсері бар нәрсені ақ пен қараны ажыратып түсіндіріп отыратын. Ал қазіргі кезде енді жастарымыз өзі білмеген нәрсені балаға да үйрете алмай жатыр ғой негізі. Сонда біздің қазақ аттап басқан әр қадамын батамен, тілекпен шегелеп отырған ғой. Қаншалықты жақсы сөз естиміз, қаншалықты алғыс аламыз, соншалықты адамның жолы да ашық болады, өмірі де соншалықты көркем болады. Қарғыс алма, алғыс ал дейді. Иә. Біз алғысты көбірек алатын болсақ, біздің де жолымыз ашық болады, жұмысымыз алға басады, өсеміз, өркендейміз. Егер қарғыс алатын болсақ, демек біздің жолымыз жабық болады. Солай ма? Бір әр адамның наласына қалған сайын адам жолы байланып отырады ғой, ол рас қой. Өзіміз де айтамыз ғой, ана біреудің кісінің ақысына кіріп кетіпті, біреуге қиянат жасапты, біреуге әділетсіздік көрсетіпті, біреуге зорлық көрсетіпті деген сияқты. Сондай адамдардың таза емес, арамдықпен бір нәрсеге қол жеткен адамдардың бәрі түбінде оңбайды ғой негізі.
бәрібір ол өзінің болмаса да ұрпағының алдынан шығып жатады. Соны үлкендер жастарға айтып отыру керек қой. Сөз қалай айтылады? Әр сөздің өзінің энергетикасы бар, иә. Ол алғысты сіз мысалы ашуланып тұрып айта алмайсыз. Қатты риза болған кезде шын көңіліңізден алғыс шығады, мысалы. Шын көңіліңізбен тілек тілейсіз. Солың барлығы орындалады. Әр сөздің өзінің энергетикасы, ол көзге көрінбейтін, бірақ тылсым бір жолмен таралатын, даритын нәрсе ғой. Біреу наразы болды ма, біреу нала болды ма, міндетті түрде оның да наласы алдынан шығады. Иман таразы дейді ғой, адамның жүрегіндегі ары қаншалықты таза сақталса, қаншалықты дұрыс қалыптасқан болса, сол ары жібермей қалады, шындап келгенде. Ал қалай ар деген нәрсе екінші орынға шығады, солай әділетсіздікте бәрі орын ала береді ғой негізі. Түптеп келгенде әр сөздің мағынасын, анау ата-бабаларымыз қандай оймен бекітіп беріп кеткен мағынасы бар, сол мағынаны түсінген адам өзі сөзден қорқады негізі. Көзіміздің байланғаны сонша, біз сол сөздердің, сол ұғымдардың өзін күлкіге айналдыра бастадық. Ят па, ят емес па деп. Бұрынғы ата-бабаларымыз мықтап ұстанған қағидалар күлкіге айнала бастады. Ол не? Ол ең қарапайым нәрсені алыңызшы. Далада құнарлы топыраққа отырғызған ағаш немесе гүл қалай өседі, ал бөлмеде ыдысқа отырғызылған ағаш немесе гүл қалай өседі? Қайсысының тамыры тереңге барады? Әлбетте даладағы. Өйткені күннен табиғи жарықты алып, тамыры тереңге кетеді оның. Ал мынау бөлмедегі нәрсе шектеулі. Иә, шектеулі, бәрі шектеулі. Оған қай жағынан жарық түсіресіз, сол жағынан ғана қабылдайды. Суды қанша құясыз, қанша суды құйсаңыз да, оның тамыры ана ыдысты тесіп ары қарай өтіп кете алмайды. Біздің қазіргі ұлтымыздың, қазіргі жастарымыздың бір күйі осындай нәрсені елестетеді. Горшокқа отырғызылған, құтыға отырғызылған гүл сияқты біздің жастарымыз. Қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптасқан, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан ырым тыйымдары ел өмірінде, салт санасында, әдет ғұрпында, тұрмыс тіршілігінде кеңінен көрініс тапқаны белгілі. Ырым тыйым арқылы жас ұрпақты тәрбиелеу, жат әдеттерден тыю, жақсылыққа өндеу, қайырымдылыққа баулу әлі күнге дейін сақталып келе жатқан тәрбиелік мәні зор дүниелер деуге болады. Ботагөз Мырзабайқызы біздің сөз киесі хабарында жалпы әрбір сөздің энергетикасы бар, әрбір сөзді ойланып сөйлеу керек деген мәселені айтып жатырмыз ғой. Жақсы сөз жарым ырыс дейді. Біз неге осы сөзге мән бермейтін болдық? Бұл бір жағынан алсаңыз, саяси, әлеуметтік жағдайлар бар, түрлі идеология жүргізілді, біздің халықтарға байланысты оқымаған, ескіше оқығандар деп кемсітіп, біздің бар тарихымызды жоққа шығару бір саясаты болды ғой. Кеңес дәуірінде де болды, ол кейінгі кезде де, сол кеңес дәуірінде әбден санамызға орнығып қалған ұғым қазір де әлі де белең алып келе жатыр. Қазірге дейін қазақы нәрсені, қазақы тыйымдарды, қазақы ырымдарды айтсаңыз, ой қойыңызшы, ол ескірген нәрсе ғой деген жастардың ойында сондай бір көзқарас бар, қалыптасып қалып қалған. Бірақ ол дұрыс емес. Біздің ескіше оқыған ата-бабаларымыздың, әжелеріміздің 3 ай ауылдың молдасына барып білім алған ата-әжелеріміздің білетін нәрсесін біз қазірге дейін білмейміз. Бізде қос-қостан диплом болуы мүмкін, бірнеше жоғары оқу орнын тәмамдауымыз мүмкін. Бірақ сол әжелеріміз айтқан бір ауыз сөзде қаншама ақпарат жатыр, оны біз жетер жеріне дейін жеткізіп түсіне алмаймыз. Өйткені біздің біліміміз шектеулі, күнделікті тіршілікке ғана қажетті нәрселер алып жүрген біліміміз. Ал бұрынғы деген сөз енді бүкіл біздің өткеніміз, баяғы замандағы алған біліміміз, халқымыздың көргені, білгені, танығаны және оны тілімізде сақтап кеткені, әртүрлі сөздер арқылы. Сол ата-бабаларымыздың білетін әрбір нәрсесінің, әрбір сөзінің астарын біз ұғына бермейміз. Оны ұғыну үшін белгілі бір дәрежеде тілдік білім де қажет, және рухани білім де қажет. Мысалы, ең қарапайым нәрсе ырымдар бар, тыйымдар бар. Қазақ өзі баланы қалай тәрбиеледі? 4 ауыз сөзбен тәрбиеледі. Біріншісі ұят болады, екіншісі жаман болады, үшіншісі обал болады, төртіншісі сауап болады. Осының алғашқы 3-еуі тыйымға кетеді. Мысалы, ұят болады дейді. Қай кезде ұят болады?
адам қоғамда қалыптасқан таптаурыннан немесе қалыптасқан белгілі бір қағиданы бұзып жатса, шектен шығып жатса ұят болады. Бұрында қазақтың қыздары кеудесі де жабық, ұзын етек, сондай киім киген, көйлек киген, бет жүзінен басқа, мысалы омырауын ашық ұстау, тамағын ашық ұстау, иығын ашып жүру, белін ашып көрсетіп жүру деген нәрсе болмаған. Өйткені ұят болады. Сол ұят болады деген сөзді ұстанған қазақ қызын әсіресе мықты тәрбиеледі ғой, жабық күйде тәрбиеледі. Ол бір жағынан қарасаң, жай ғана киімде тұрған түк жоқ сияқты. Қазір енді ашық-шашық жастарымыз киініп жүр. Кіндігі де ашық, саны да ашық, кеудесі де ашық. Ол жерде көздің сұғы деген нәрсе бар ғой, мысалы. Көздің сұғы әсіресе ер адамдардың қыз балаларға сұқтанып қарағанының өзі мына адамды қоршап тұрған энергетика, аурасының өзін тесіп өтеді екен. Қазір қарасаңыз, өкінішке орай, кейінгі кезде отбасын құрған 100 жұптың мысалы 30-40-на дейін ұрпақ көре алмай жатыр. 100 отбасының 30-40% бірнеше жыл бойы ұрпақ сүйе алмай өтеді. Қыз баланың өзінің ашық-шашық киінуінің өзі әр ер адамның әсіресе көзінің сұғы қадалған сайын сол энергетикасы төмендеп отырады. Яғни аурасы жұқарады ғой. Аурасы жұқарады, ол әлсізденеді, ол аура керек десеңіз тесіледі, саңылаулар пайда болады. Ол неге келіп соғуы мүмкін? Ол ең бірінші зардабы ұрпақсыздық. Бір сөзбен айтқанда сол. Екіншіден, адамның өмірлік энергетикасының өзі де төмендеп кетеді мысалы. Бізде көз тиді деген нәрсені ешқандай ел жоққа шығара алмайды. Бір жағынан кейде күлет, қазақта екі ақ ауру бар, біреу көз тиді, біреу сөз тиді деген. Бұл күлетін нәрсе емес, шын нәрсе негізі. Сөз тиеді, тіл тиді дейді. Қарғыс алған кезде ол шынымен ақ тіл тиеді, ол орындалады. Екіншіден, көз тиеді. Көз тиген кезде көздің сұғы қадалады, ана адамның энергетикасы мүлдем әлсірейді, ағзасы әлсірейді, сөйтіп кейбір мүшелері ерекше қызметін тоқтатады. Ауруға ұшырауы мүмкін. Былай жетқанда ауруға ұшырайды. Осындай нәрселердің барлығын ұят болады деп, киімнің өзін белгілі бір мөлшерде, белгілі бір мәдениетпен киіндірді. Қыз баланы ерекше қызылды жасылды киіндірді, басына үкі тағып қойды. Соның барлығы көзден және сөзден, тілден сақтаудың бір жолы ғой. Ұят болған нәрсе ол ерсі қылықтың барлығынан сақтандыру ғой. Мынаны істеме ұят болады, ананы істеме ұят болады деген сияқты адамды дұрыс жолға түсіру, баланы сол қалыппен тәрбиелеу. Екіншісі жаман болады. Тізеңді құшақтап отырма, жаман болады. Бүйіріңді таянып отырма, жаман болады. Шашыңды жайып жүрме, жаман болады. Ар жағын айтпайды. Қалай жаман болатыны? Біздің қазіргі жастар қойыңызшы сол бұрынғы нәрсені айта бермей деп түсінбестік танытып жатады. Себебі оны өзіміз дұрыс түсіндірмейміз ғой. Неге жаман болатынын айтпаймыз. Жаман болады деп тыйым саламыз, бірақ неге жаман болатынын ашып айтпаймыз. Сондықтан да оның біртіндеп тыйым сөздерінде күші жойыла бастағаны сол. Ал енді адам білген нәрсесінен қорқады, білмеген нәрседен қорқпайды ғой. Сонда жаман болады. Бір кезде, мысалы, ерінен айырылған, туысынан айырылған әйелдер, қыз балалар шаштарын жайып отырып, бүйірін таянып отырып жоқтайтын болған, жаман ырым ғой. Осындай нәрселерді жаман болады деп тыйым салғанда, міндетті түрде сол әрекеттің артында адамға зардабын тигізетіндей үлкен бір әрекет жатады. Соны айтып тұр. Ботагөз Мырзабайқызы, мынау бізге берілген уақытта тамамдалып қалды. Сондықтан осы бүгінгі айтылған әңгімелерді қорытып, мынау жалпы сөз киесі дегенде, әсіресе мынау жастар жағы нені түсіну керек, нені білу керек, сол туралы ойыңызды қорыта кетсеңіз. Бізде қай сөзді айтсақ та ойланып сөйлеу керек. Шынын айтқанда жастарымыздың көпшілігі ойланбай сөйлейді. Уәдені де ойланбай бере салады. Кейде бірін-бірі сендіру үшін айтқанына нан ұрсын дей салады. Осындай нәрселерден аулақ болу керек. Себебі қарғау бар, қарғыс, қарғану бар. Қарғану деген қарғыстан да қауіптірек нәрсе. Жалпы қазіргі кезде сөздің киесі деген нәрсе ұмытылып бара жатыр. Сөзімізді қалай болса солай біз қолдана береміз. Ойымызға не келеді, ойланбай, ой елегінен өткізбей аузымыздан сол сөз шығып кете береді. Оның қауіптілігі ойланбай айтылған сөз орындалып кетеді. Ол бар, ондай нәрсе бар, ой материалданады деген. Орындалып кетуі мүмкін. Әбден мүмкін. Жақсы сөз жарым ырыс. Жақсы сөйлеу керек. Аузымыздан жақсы сөз шығу керек. Оның барлығы ниетке байланысты ғой негізі. Халық даналығы не дейді? Ниетіңді түзе, ол ойыңа айналады. Ойыңды түзе, ол сөзіңе айналады. Сөзіңді түзе, ол әдетіңе айналады. Әдетіңді түзе, ол мінезіңе айналады. Мінезіңді түзе, ол сенің тағдырыңа айналады дейді. Яғни адамның өзі қандай, адамның сөзі қандай, өзі дәл сондай, өмірі де дәл сондай болады. Жақсы сөйлеп, дұрыс сөйлеп, жақсы сөзді жиі айтып, алғысты көп айтып, алғысты көп естіп жүрген адамның өмірі де тамаша өтеді. Жақсы, Ботагөз Мырзабайқызы, жаңағы осы айтқан әңгімеңізбен бүгінгі хабарымызды түйіндесек. Көп рахмет. Құнды сөз құнарлы ойдан шығады.
және жақсы сөз жарым ырыс деген дана халқымыз. Әрдайым жақсы сөйлеп, жақсылықтарға жол ашайық. Осымен сөз киесі хабарын аяқтаймыз. Хабарға Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің доценті, филология ғылымдарының докторы Ботагөз Сүйерқұл қатысты. Хабарды әзірлеп жүргізген Оңғар Құрал. Музыкамен көркемдеген Ақзер Қазыбек қызы. Әуе толқында келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.